Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге бизнесті қалай бастап кету керектігі жайында ақпараттармен бөлісемін. Бизнес бастау үшін келесі қадамдарды орындау керек. Бірінші, идеяны анықтау, қандай бизнес түрін бастайтыныңызды шешіңіз. Бұл сіздің қызығушылығыңызға және нарықтағы қажеттіліктерге байланысты болуы керек. Екінші, нарықты зерттеу. Нарықты зерттеп, болашақ клиенттер мен бәсекелестер туралы мәлімет жинаңыз. Сіздің өніміңізге немесе қызметіңізге сұраныс бар ма, жоқ па, соны анықтаңыз. Үшінші, бизнес жоспар жасау. Бизнес жоспар жасап, мақсатыңызды, стратегияңызды, қаржылық жоспарыңызды және маркетингтік жоспарыңызды көрсетіңіз. Төртінші, қаржыландыруды қамтамасыз ету. Бизнесіңізді бастау үшін қанша қаражат қажет екенін анықтап, қаржыландыру көздерін табыңыз. Бұл өз қаражатыңыз, несие немесе инвесторлар болуы мүмкін. Бесінші, заңды тіркеу. Бизнесіңізді заңды түрде тіркеу үшін қажетті құжаттарды дайындаңыз және тіркеу орындарында тіркеңіз. Сонымен қатар, бизнесіңіз үшін қажетті лицензиялар мен рұқсаттарды алыңыз. Алтыншы, орналасу және жабдықтау. Бизнесіңізді жүргізу үшін қажетті орын мен жабдықтарды алыңыз. Бұл офистік орын, сауда орны немесе өндіріс орны болуы мүмкін. Жетінші, команда жинау. Егер қажет болса, өз командаңызды жинап, қызметкерлерді жалдаңыз. Сегізінші қадам, маркетинг және сату. Өз өніміңізді немесе қызметіңізді нарыққа шығару үшін маркетингтік стратегияны іске асырыңыз. Интернетте және офлайнда жарнама жасаңыз, әлеуметтік медиа платформаларында белсенді болыңыз. Тоғызыншы қадам, істі бастау. Барлық дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін бизнесіңізді іске қосыңыз. Оныншы қадам, жалғасып жатқан басқару. Бизнесіңізді тиімді басқару үшін үнемі бақылау жүргізіп, дамытуды жалғастырыңыз. Бұл қадамдар сізге бизнесіңізді бастауға және оны сәтті жүргізуге көмектеседі. Пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қойыңыздар. Алда тағы да пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын.